Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода қызанақ қосып, өте дәмді құймақ дайындаймын. Алдымен қатырып қойған қызанақты алдын ала жібітіп қоямыз. Одан кейін ыдысқа 2 жұмыртқаны және кішкене қасықпен тұз салып, араластырып, және жібіп тұрған қызанақты жұмыртқаның үстіне салып, блендермен барлығын езіп аламыз, біркелкі қылып. Одан кейін үстіне жарты кесе сүт қостым. Сүтті қосып араластырып, және ұнды елеп отырып қосып, барлығын біркелкі қылып араластырып алдым. Барлығы бірде болғаннан кейін үстіне бір ас қасықпен сұйық май құйып, тағы да араластырып қоямыз. Осы кезде табаны қыздырып, астын жағып қойдым, және қызғаннан кейін бетіне сұйық майымызды жағып, осылай қылып. Содан кейін дайын тұрған құймағымызды ожауымызбен құйып, екі жағын аударып отырып пісіріп аламыз. Көргендеріңіздей барлығы дайын. Ыдысымызға салып, ортасына қаймақ қойып, қаймаққа батырып жесеңіздер, өте дәмді, ерекше осындай құймақ шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Ас болсын.